Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. 19-шы сабақ Абайдың қара сөзі тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта топ алдында сөйлеу жобасын ұсынасың. Бірінші тапсырма: берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы тіркестер тауып жаз. Әр бағанға ат қой. Білімсіз, білімді; өнерсіз, өнерлі; жалқау, еңбекқор; сараң, жомарт; өтірікші, шыншыл; әдепсіз, әдепті деп балалар берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы тіркестерді тауып жазамыз. Ал баған атауы ретінде бірінші бағанға жаман қасиеттер, екінші бағанға жақсы қасиеттер деп ат қоюымызға болады. Екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Абайдың 38-ші қара сөзінен. Күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деп білесің. Надандық білім, ғылымның жоқтығы. Дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан хисабына қосылады. Балалар, хисабына дегеніміз бұл жерде қатарына, есебіне деген мағынада, яғни адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан қатарына қосылады дейді. Үшінші тапсырма: Абай ата атаған жат қылықтарды санамалап айт. Оларға қандай ортақ ат берер едің? Балалар, Абай ата атаған жат қылықтар надандық, еріншектік, залымдық, білімсіздік, талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік. Бұл жат қылықтарға адамды аздыратын мінездер деп ортақ атау беруімізге болады. Төртінші тапсырма: Абай атаның сөзі неліктен осы бөлімде берілген деп ойлайсың? Түсіндіріп көр. Балалар, Абай атаның бұл сөзі осы бөлімде берілген себебі оқушыларды жаман әдеттерден сақтандырып, білімге, еңбекке, адамгершілікке баулу. Надандық, еріншектік, залымдық сияқты қылықтардан сақтануға шақырады. Бұл сөздер арқылы Абай адам баласын жақсы қасиеттерге тәрбиелеуді көздеген. Бесінші тапсырма: Абай атаның қара сөзін сызбаға түсір. Балалар, Абайдың 38-ші қара сөзінде күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар деді. Ол надандық, еріншектік, залымдық. Надандық адамды білімсіздік, ғылымның жоқтығына әкеледі деді, балалар. Ал еріншектік кедейлікке әкеледі деді. Залымдық адамдықтан айырылуға, хайуан қатарына қосылуға әкеледі деді, балалар. Мінекей балалар, Абай атаның қара сөзін сызбаға осылай түсіреміз. Ары қарай 6-шы тапсырма: Абай Құнанбаевтың шығармашылығы туралы не айтар едің? Жобасын жаса. Балалар, мұнда жобаның тақырыбын, жоспарын, көрнекіліктерін көрсетуіміз керек. Жобаның тақырыбын Абай Құнанбаевтың шығармашылығы деп алсақ болады. Жоспары: бірінші, Абай Құнанбаев ұлы ақын, ағартушы. Екінші, ақынның өлеңдері мен қара сөздері. Үшінші, Абай аудармалары деп алуымызға болады. Ал көрнекіліктерге Абайдың портретін, өлең, қара сөз жинақтарын, ақынның кітаптарын, Абай жолы романның мұқабасын немесе үзінділерін алуымызға болады. Және де Абайдың әндерінің ноталары немесе әндерін QR-код арқылы тыңдатуымызға болады, балалар. 7-ші тапсырма: сызбаны пайдаланып, Абай Құнанбаевтың өмірі, шығармашылығы туралы бір-біріңе сұрақ қойып жауап беріңдер. Балалар, әуелі сызбаны толтырамыз. Бірінші бағанға бұрыннан білемін, яғни Абай Құнанбаев туралы білетін мәліметімізбен толтырамыз. Абай Құнанбаев 1845-1904 жылдар аралығында өмір сүрді. Ол Семей өңірінің тумасы. Абай қазақтың ұлы ақыны, ойшыл және аудармашы. Ол адамдарды білімге,
еңбекке және жақсы мінезге шақырды. Абайдың қыс, жаз, күз тағы басқа өлеңдерін білеміз, балалар. Жаңа мәлімет: Абайдың 45 қара сөзі бар. Оларда әртүрлі тақырыпта ой қозғалған. Ал енді балалар, осы сызбаны пайдаланып Абай Құнанбаевтың өмірі, шығармашылығы туралы бір-бірімізге сұрақ қойып жауап беретін боламыз. Абай Құнанбаев қай жылдары өмір сүрді? Абай атамыз 1845-1904 жылдары өмір сүрді. Абай қай өңірдің тумасы? Ол Семей өңірінің тумасы. Абай нені насихаттады? Ол адамдарды білімге, еңбекке және жақсы мінезге шақырды. Абайдың қандай өлеңдері бар? Абайдың қыс, жаз, күз тағы басқа өлеңдері бар. Абайдың қанша қара сөзі бар? Абайдың 45 қара сөзі бар. Қара сөздерінде не туралы жазылған? Қара сөздерінде адамгершілік, тәрбие, білім және өмір туралы ойлар жазылған. Мінекей балалар, осы сияқты сұрақ-жауап құрастыруымызға болады. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.